Сәлем достар, барлықтарыңызға сәлем. Мен есімім Айгерім. Осыдан 2 жыл бұрын Польшаға академиялық ұтқырлық бойынша барған болатынмын бір семестрге оқуға. 2 жыл бұрын түсірген влогтарды тауып, монтировать етіп, бүгін салайын деп жатырмын. Осы влогта біз сіздермен бірге 4 мемлекетке барып аралайтын боламыз. Бірінші мемлекет ол Вена, яғни Австрияға барамыз. Ол жерде күшті жерлерді аралаймыз. Ол жерден влог өте қатты емес, бір 3 минут қана. Келесі кезекте біз Словакияға барамыз. Оның астанасы Братиславада боламыз. Одан кейін біз Венгрияға барамыз, яғни Будапештте жүреміз. Және де кейін біз Польшаға қайтып келеміз, бірақ жолда біз Краковта 1 күн болып, Краковты аралаймыз. Сіздерге влог ұнайды деген ойдамын, поэтому мені каналыма тіркеліп, басқа да видеоларды көріңіздер. Достар, біз қазір Венгриядамыз, барлықтарына сәлем. Енді бастап жатырмын влогты, өткені біз бір жерден басқа жерге келіп, ол жерде туалетте боянып, киініп, жуынып, әйтеуір келдік. Енді бастап жатырмыз өзіміздің трипімізді. Кешкі 10-11-ге дейін қыдырамыз. Бүгінгі күн бізге жетеді деген үміттемін. Қазір біз собор Святого Степана соған келдік. David jedną bezpłatną. Just to check. You can sit. I'll sit here. Біз жаңа осы замокты көрдік, сувенирлар қарадық, оркестрға кете жаздадық, билет алып. Әйтеуір, білмеймін, біз Берлин мен Прагада жүрген кезде жанталасқанбыз, аз уақыт ішінде көп заттарды көруге деп, ал қазір біз өзіміздің достарымызбен кездесіп, паркқа ма бір жаққа барайын деп жатырмыз. Әйтеуір қаланы көрсек болды, фотолар жасасақ болды ғой. Оухенген плац. Тарихи жақтан білмейміз, бірақ әйтеуір жер екен, осында пикник жасауға болады. Қазір фотоға түсеміз. Короче, достар, Европа кофе екен. Мен кафеде әлімді қымақ шетінде шашымыз беріп алып. Ресторанда ешкім маған жындықсап қарап тұрған жоқ. Бізге шоу көрсетіп жатыр. Осында мықты таксилар, Мерседес мықты. Біз қазір арзан сувенирларды іздеп жүрміз, барлығы 5 еврода, 2250 теңгеден арзанырақ табамыз деген үміттемін. Достар, біз бесплатно су алып жатырмыз. Короче, достар, біз қазір Венаның аэропортындамыз. Бізде қазір сағат 11. Бізде 9,5 сағаттан кейін пойыз болады. Словакияға, Братиславаға. Біз ойлағанбыз түнді аэропортты өткіземіз деп, по-любому андай зона отдыха деген, зона ожидания деген заттар болады деп. Бірақ біз жүрміз.
иә ішіне таппадық. Енді қазір мен еще ойлағам душ болатын шығар деген сияқты темалар, но ондай ештеңе жоқ. Короче, достар, біз қазір Венаның аэропортындамыз. Мен жататын жерлер тауып алдым, уже макияж жасымды аттеттім, жуынып алдым. Душқа түсейін дегенмін, душ іздедім, бірақ мұнда душ жоқ екен. Мен күшті жер тауып алдым, жаттым, Арайға звондадым, Арай көтермейді. Ұйықтап отырғанда. Мен қазір коридорда отырмын, телефонымды зарядтап. Жаңа Братиславаға букинг жасадым. Отельге, хостелға. Өтпесе 2-3 күн бойы вокзалда, аэропортта қонып жүрміз. Дұрыстап жату керек. Біз түнде осы креслоларда ұйықтадық. Осында ұйықтадық, сосын осында ұйықтадық. Босағанда. Біз Словакияға келдік. Biz завтракқа келдік, Оттоға. Арзан екен, нормально, 3 евро. Друзья, а люди любят. Мы тоже хотим цветочки. Біз қазір қай жақтамыз? Біз Братиславаны аралап жүрміз, Словакияны. Центрда жүрміз. Mindig problémás volt, vajon ki ez a problémás? Жаңа рестораннан тамақ іштік. Өте күшті болды. Әрине қымбатқа шықты, бірақ өте жақсы болды. Қазір енді хостелға қайтып бара жатырмыз. Сынарға қарай көреміз, не істейтінімізді. Мен уже настолько хорошо разобралась в метро, автобус дегендерде, что прям өзім басқа адамдарға көмектесіп жүрмін. Уже спокойно, спокойно қорықпай, уайымдамай, білем қайда баратындығын, не істейтіндігін, адаспай, шатаспай, картасыз да үйреніп тауып. Біз қазір Дунайдың набережкасында қыдырып, walking жасап жүрміз. Қазір танымал жерлерді аралап жүрміз. Жаңа чипсы жеп отырдық. Вид күшті болды, наслаждаться етіп отырдық. Күшті өтті. Мынандай достопримечательность, туфлилар. Бұл әртүрлі. Негізі терең мағыналы. Түсіндіре алмаймын. Түсінген шығарсыздар өздеріңіз.
Әйтеуір қаланы айналып, аралап жүрміз. Кішкене шаршап кеттік. Енді 4-ші күн қатарынан 4-ші мемлекеттеміз ғой. Шүкір. Өте әдемі. Достар, мен Будапешттемін, Венгрия. Достар, біз қазір Будапешттеміз, Венгрия. Бұл ночной вид, вообще красиво. Как ты? Жақсы. В смысле жақсы? Сен не дедің? Как ты дедің ғой? Иә. Я сказала жақсы. Ой, спасибо. Мясо тоже каджурим. У нас такой шикарный. Сколько темно. Біз қазір Краковтамыз. Мальчик деген кофейняға келдік. Өтіп барады кофейнядан шығып. Мына жерде чемодан жатыр екен, біз оны қазір алып кетеміз. Халява. Жақсы ғой еще. Сам.